Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Каусар. Бүгін сіздермен ас үй қолорамалдарын, майлықтарды ағартып, майлы дақтарын кетіру жолымен бөлісемін. Видеоны мұқият соңына дейін қарауға кеңес беремін. Осындай және де бұдан да қызықты видеоларды көргіңіз келсе, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал дайын болсақ, біз бастайық. Осындай темір шұңғыл ыдысқа шамамен 40 грамм қасықпен 2 қасық кір жуғыш ұнтақ саламыз. Кейін дақ кетіргіш ұнтақтан 1 қасық қосамыз. Артынша 2 ас қасық ыдыс жууға арналған гель, 1 ас қасық өсімдік майын құямыз. Үстіне шамамен 5 литр жылы су құйып, жақсылап ұнтақтар ерігенше араластырамыз. Біздің суымыз дайын, енді үстіне кір майлықтарды сала берсек болады. Енді майлықтарымызды қайнатуға кірісеміз. Газға немесе плитаға қатты отқа қайнағанша қоямыз. Суымыз қайнаған соң жай отта 2-3 сағат қайнатамыз. Егер сіздің майлықтарыңыз қатты кір болмаса, онда 1,5 сағат қайнатсаңыз болады. Менің майлықтарым 3 сағаттай қайнады. Судан бөлек шығарып, майлықтарды аздап суытып алдым. Қараңыздаршы, кір май дақтар қайнаған суда қалып қойды. Бұл дегеніміз майлықтарымыз тазарды деген сөз. Майлықтарымыз сәл суығанда бірден кір машинаға 30-45 минут саламыз, немесе қолмен ысқылап жусаңыздар да болады. Мінекей біздің қол орамалдар, майлықтар нәтижесінде осындай болып шыға келді. Бұрыннан осы әдісті қолданамын. Бұл ең оңай әдіс. Сіздер де осы әдіспен жасап көрсеңіздер болады. Қол орамалдардың дақтары кетіп, жағымсыз иісі жоғалады. Әрі қолмен ысқылап отырмайсыз, себебі дақтары қайнаған суда қалып қойды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, тіпті қатты кірленген майлы дақтарды кетіреді. Бүгінгі әдісім сіздерге ұнаған болса, осы видеоға лайк баса кетіңіз, және арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, Алла қаласа әлі алда бұдан да қызықты видеолар болады. Сіздермен бірге болған Каусар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.